Енді мінеки осындай қыз менің сүйіктім, мен болашақ жар ретінде көргім келеді дегенді өзіңізге енді әке болғаннан кейін қай уақытта келіп айтты? Жаңа әжесінен... Нақты қыз деп осы. Оны өзінің жан досы бар, Берекет деген, Ақтауда Каппа деген кофеханасы бар. Сол кофехананың ашылуына барған кезде Әділет айтты: әке, резкі қарап қалмаңыз, жайлап қарайсыз ғой деп. Маған ақыл айтып отыр балам. Яғни сол жерде тұрған болып тұр ғой қыз, иә? Ана орамалда тұрған қызға менің көңілім кетіп жүр. Құдай қаласа көңіл жарастырып жатсақ, екеуміз шаңырақ көтеретін сияқтымыз. Маған қатты ұнайды. Сүйіп қалдым, жақсы көріп қалдым деді. Сосын мүмкіндікті пайдаланып, қайната ретінде тура қарамауға, менімен бірге барған шарапаттар бар, жігіттер бар. Білдірмей қарауға тырыстық. Жүзінен нұр төгіліп тұр, былайша айтқанда, Алласын таныған, сүп-сүйкімді, тәрбие көрген, инабатты, иманды қызды көрдім, қатты қуандым. Сосын балама айттым: әрине, сенің жүрегің қалап тұрса, ең бастысы мен Әділеттің талғамына сенем. Екеулеріңіз қашан, қалай таныстыңыздар? Біз 1 жыл бұрын Ақтауда, иә. Ақтауда танысқанбыз. Тойға бардыңыз ба? Жоқ, біз тойдан бұрын дос балам Берекет деген өзіне жаңағы Ақтаудан кофейня ашқан болатын. Біз ашылуына жаңағы әкемнің көмекшісі Шарапат үшеуміз ұшып барған болатынбыз. Жаңағы қуанышымен бірге бөлісейік деп. Сол кезде Адианы көріп қалған болатын бір рет. Сол кезде бір ғашық болдым, бірақ одан кейін шынымен қатты батылым бармады жанына баруға. Себебі Адия менің жаңағы Берекет деген досымның қарындасы болып келеді. Сондықтан бірден бас салып таныса жөнелуге ыңғайсыздау болды. Сонымен арада біраз уақыт суып кетті. Берекет досым тағы да себепкер болып үйленді. Сол кезде тойына бардық. Ата-анамызбен бәріміз сол кезде екінші рет көрдім. Сол кезде өзім шешім қабылдадым. Өзім барып танысып, бірінші әрекетін жасайын деп. Содан бері бір жыл болды, екеуміз сөйлесіп, біріміз танып, жақынырақ араласып бастағанымызға. Жаңа сіздің әкеңіздің сұхбат алған кезде сол шара туралы айтқан болатын, бірақ сіз сол сәтте әкеңіздің жанына жақындап айттыңыз: маған мына қыз ұнайды дедіңіз. Яғни сол кезде көз салып қойған болып тұрсыз ғой Адияға, иә? Сол кезде бір көріп. Сіз көз салдыңыз ба, байқадыңыз ба осындай бір сымбатты ер азамат сізге қарап тұрған? Ұялдым, бірақ қашан келедіңіз десеңізші. Яғни сіздер сол сәтте танысқан жоқсыздар, тек бір-бірлеріңізге сырттай қарап. Ол кезде адам көп болды, ыңғай онша келе бермеді. Біріншіден, екіншіден ұялдым. Берекеттің алдынан туған туысқандары жүрді тауып ол жерде, себебі ағайындары. Сондықтан ол кезде сәті келмеді. Бірақ бәрібір бұйыртып, ақыры Құдай соған алып келді. Екінші рет туған туысқандары Берекеттің үйіне жиналып, өздері жаңағыдай шай тамақ болып жатқан. Сол кезде мен де жүргем. Сол кезде Адияны көріп, бірақ бетіне қарауға ұялдым. Ең бірінші рет аяқ киініп жатқан кезде көрген болатын. Тәпішкесін алып беріп, аста тұрған кезде. Бірақ бетіне қараған жоқпын. Сөйтіп тойда бірақ дұрыстап танысып, сосын барып қана әрекетін жасадым. Оған дейін онша батылым бармады. Тойдан кейін барлығымыз бір үйге жиналдық, жастар болып, ағам, жеңешем барлығы. Сол кезде Әділеттің жанына отырып қалған, үлкен дастархан ғой. Сосын Әділет сразу прямандай өзінің заботасымен қайта мен бокалымы сол азайып қалса қайта құйып беріп, тамақ салып беріп, сөйтіп отты. Сол кезде қатты ұнап қалды. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know.